Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Алдын ала осылай картошканы соғымға қойып, майға қуырып аламыз. Қызарғанша. Окорочканы суға қайнатып, оны пісіріп аламыз. Егер менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп кетіңіздер. Окорочканы осылай қайнатып алдық. Ішіне тұз саламыз. Осыны салғанға болды. Міне осындай лаваштарымызды алып, мен негізі дайын лаваш алдым. Үш донер жасайтын боламыз. Алдын ала соғымға турап алған колбаса, сыр. Сыр қоссаңыз да болады, колбаса, қияр, помидор, қуырылған фри және де окорочканы қосатын боламыз. Майонез, кетчуп қосатын боламыз. Өте дәмді шығады. Алдын ала фриімізді, окорочкамызды суға пісіріп аласыздар. Окорочка фриді пісіріп жатқан кезде кішкене тұз салып жібересіздер, дәмді кіреді. Осылай майонезімізді алып, сәл басшыған кесеміз. Кетчупты да тура сөйтіп кесіп. Осылай дайын қамырымызды алып, осылай жағып шығамыз. Майонез себеміз. Майонез, кетчуп. Жағамыз осылай. Осылай екі бүктеп, осылай ораймыз. Іші тартылып кетпеу үшін. Сосын сковородкамызды ысытып алып, сковородкамызға үстін астын қуырып алатын боламыз. Май қимайсыздар, майдың қажеті жоқ. Осылай. Екіншісі тура сөйтіп жасадым. Өте дәмді болады. Келесіне де майонез сап, кетчуп сап, бетіне үстіп орап, оны да тура сөйтіп қоямыз. Өте дәмді болып шығады. Осындай болып шықты.